Ассаляму алейкум, қайырлы күн баршаңызға. Өткен жолы кухонный тазалаған видеомен бөліскен болатынмын. Бұл жолы жартылай автоматты машинамен кір жуайын деп жатырмын. Біздің ауылда ағып тұрған су жоқ, краннан су келеді. Ол таңғы сағат 6-7-лердің арасында ағады, 1-2 сағат қана. Сол кезде ыдыстардың бәріне су толтырып алған болатынмын. Сосын ол суды ысыту үшін газге кастрөлді қойып, оған суды құйып, суды ысытып алдым. Сосын жуылатын киімдерімді түріне, реңіне қарай бөліп алып, жууға дайындадым. 7 бөлік шықты менде. Сосын ыстық суым мен мұздай суымды араластырып, құйып, бірінші бөлік киімдерді салдым. Жалпы сіздер қандай машинкада жуасыздар? Астына комментарий бөліміне жаза кетіңіздер. Автомат машинкамен жуған жақсы, көп уақытын кетпейді, өзі жуылады, рахат негізінде, бірақ кір киімдер онша ашылмай қалады. Бұл автомат машинкада жақсы ашылады, негізі одан да ашылмайтындары болады. Қолыңмен ысқалап жусаң, негізі барлық киімдердің кірі тез кететін болады ғой. Негізі деп біраз нәрсе айтып тастаппын ғой. Жууға салған бірінші партия киімдер жуылып болды, оны сығуға салып, ана жағына екінші партия киімдерді салдым. Ол сығылып, бірінші партия жуылып болған соң оны шаюға алып бардым. 2 рет шайып алдым киімдерді, сосын оны қайтадан сығуға салдым. Ол сығылып болған соң оны жайып алатын боламыз. Сосын осы реттілікті 7 рет қайталап шықтым. Суыңды ауыстырасың, ысытасың, құясың, шаясың, жуасың, сығасың. Солай жүргенде кейде миымды ашып кетеді. Қалай жуып болғанды да білмей қаламын. Мен жаздың күні аптасына күн ара кір жуатын боламын, ал қысты күндері аптасына 2 рет жуатын боламын. Ал сіздер қанша рет жуасыздар? Кір жуам десең, негізі күнде кір шыға беретін болады ғой жууға. Солай жүріп киімдерімнің барлығын жуып алдым. Сосын машинканың ішіндегі судың бәрін төгіп келдім. Үйдің артына апарып шұңқырға, аяқ басатын жерге төгуге болмайды. Сосын судың бәрін төгіп болған соң машинкамды тазалап сүртіп жуып алдым. Оған қолданылған ыдыс, шелек, тазик бәрін жуып тазалап төңкеріп қойдым. Сосын кір жуған жерімді сыпырып ала салайын деп суды шашып жіберіп, тазалап сыпырып алдым. Осылай менің жарты күнім бір кір жуумен өтетін болады ауылда. Жұмыс жасап жүріп, әңгіме айтып салған видеоларым ұнаса, комментарий бөліміне жазып кетіңіздер, маған тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер дамуыма. Алдағы уақытта және осындай видеолар салып тұрамын. Мені көргендеріңіз үшін үлкен алғыс. Сау болыңыздар.